Баршаңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Менің есімім Салтанат. Бүгін біз мынандай сүйкімді, нәзік сумка тоқитын боламыз. Ол үшін бізге керекті құралдар: жіп, екі түрлі, ақтан алдым және сұр түсінен алдым. Жіптің атауы міне 100 грамда 120 метр. Крючок менде 4. Магнит керек, ине жіп және бізге керек болады синтепон, холофайбер, не бар толтыратын сондай дүниелер керек болады. Отыз бос көз іліп аламыз. Біреу, екеу, үшеу, төртеу, бесеу, алтау, жетеу, сегіз, 9, 10, 11, 30 іліп алдық. Тағы бір жоғары көтереміз. Енді әрбір қабырғасынан алып орамсыз бағандар жасаймыз. Бір қатар орамсыз баған жасадық. Бір көше жоғары қарай, бір петля жоғары қарай көтерілеміз. Аударамыз тоқымамызды. Тағы да орамсыз бағандар жасаймыз. 10 қатар жоғары көтерілеміз орамсыз бағандармен. Не соңғы бағанына келдік. 10-шы қатардың соңғы бағаны. Біреу жоғары қарай көтереміз. Айналдыра тоқимыз орамсыз бағандармен. Айналдырып тоқыдық. Соңғы баған жаңағы жоғары бір көше көтерген жеріміз бар, міне жерде. Соған бекіту жасаймыз, бекітеміз. Міне екеуін бірге аламыз, көтереміз жоғары қарай. Енді бұрамыз. Бұрып қайтадан айналдырып тоқи береміз. Міне бастаған жерге мен бұлай маркерлік қоям, шатысып қалмас үшін. Енді біз 24 қатар жоғары көтеру керекпіз. Әрбір қатарда келеміз мына жерге, тоқымамызды бұрамыз, бағансыз қатар жасаймыз. Әрбір қатарда солай жасаймыз. Әрбір қатарда келеміз, бір көз жоғары көтереміз, бұрамыз, тоқимыз. Өйткені менің қателігім мына жерде басқадай, мен айналдырып тоқи бергем ғой, басқадай шықты да, ал мына қақпағын тоққанда басқадай болды. Қақпағындағыдай ұзыр шығу үшін біз солай бұрып отыру керекпіз.
20 қатарымызды көтердік. Менде мынандай осылайынан шықты. Қатарды бастаған бағанға бекітеміз. Басы мен соңын бекітеміз. Енді міне қараймыз. Енді қақпағын жасаймыз. Қақпағында тура солай бір көше жоғары көтеріп аламыз. Бұрамыз тоқымамызды. Мына жерде көше, мына жерден жандағы бағаннан жұмыс жібімізді алып шығамыз. Оның жандағыдан өстіп орамсыз бағандар тоқимыз. Орамсыз бағандар міне қараңыздар. Өзі дайын болған бұйымымызды қойсақ, өзі қыры былай көрініп тұр. Осы жерден маркер қоямыз. Негізінде біз бастағанда 30 бастадық қой. Сол 30 петлямызды тоқимыз. Осы екі аралық 30 тоқимыз. Қақпақты 20 қатар, тағы да 20 қатар соңына дейін келеміз. Міне. Кері бұрылып қайтамыз. Кері бұрыламыз, қайтамыз. Сөйтіп, мына қақпағын 20 қатар тоқып шығамыз. Міне 30-шы бағанға келдік. 30-шы бағанды тоқимыз. Міне. Көтереміз. Бір көзше жоғары. Қай жерден басталды? Сол жерден, сол тесіктен кіргізіп, тура шеткі, ең шеткі жұмыс жібін алып шығасыздар. Одан кейін келесіге. Оны тура кіргізесіздер деп тұрған, тура осы тесіктен жасаңыздар деп тұрғаным. Егер біз кейінгіден жасап кетсек, бізде қате болады. Қиғашынан бізде былайынан трапеция тәріздес болып шығады қақпағымыз. Егер сіздерге сондай ұнаса, солай да жасауларыңызға болады. Ол да бір ерекшелік болып шығады. Айтқым келгені, мен 20 қатар көтереміз деп айттым, бірақ 20 қатарымыз біздің қақпағымыз ұзын болып кетуі де мүмкін. Тоқу барысында өздеріңіздің талғамдарыңызға қарай өзгертулеріңізге болады. Егер де 20 қатар тоқығандарыңыз қатты, мына араққа шықтық қой. Мына араққа шықтық. Егер 20 қатар тоқы болып, мына жерге дейін сіздерде қатты төмен түсіп тұратын болса, қайта сөгітіп, қысқартып жіберулеріңізге болады. Ол принципиально прям осындай болу керек деген емес, әркім өзінің талғамына қарай тоқуына болады. 20 қатар тоқыдық. Соңғы баған тоқып жатырмын. Тоқымамызды бұрамыз. Қай жерден көтерілді? Соңғы баған қай жерде болды бізде? Сол тесіктен, міне, сол өрімнен. Ең бірінші өрім тұрады ғой, сол жерден кіргізіп, жұмыс жібімізді алып шығамыз. Бір баған жасаймыз. Енді тура осы тесіктен пышный столбик деген жасаймыз. Бір рет, міне, іліп алдық, бір орам жасадық. Екінші рет, бір орам жасадық, бір тесіктен, сол бағанағы, жаңағы бастаған баған бар ғой, сол тесіктен
Мынау үшінші рет орап алып шықтық. Пышный столбик жасадық. Бәрін басын қосамыз. Бір рет көше, бос көше алып аламыз. Енді міне өрімдерді көріп тұрасыздар ғой, міне бір өрім, екі өрім, міне үшінші өрім. Осы жерден күршегімізді кіргіземіз де бекіту бағанын жасаймыз. Бекітеміз. Алып бірден алып шығамыз. Бір көше жоғары көтереміз, ораймыз. Орамды баған жасаймыз. Тура осы жерден біреу тағы да орап, екінші ораммен, бір ораммен, міне екеуі жасадық, үшеу жасадық. Енді осының бәрін біріктіріп алып шығамыз. Бір көше жоғары, міне бір көше жасадық. Тағы да солай. Жандағыдан санаймыз. Міне жанда бір көше тұр, екінші, үшінші, міне өрімдер тұрады ғой, міне бір өрім, екі өрім, үшінші өрім. Осы үшінші өрімге кіреміз. Бірден жіпті алып шығамыз. Бір көше жасаймыз. Ораймыз. Біреу, екеу, бір, үшеу, бір тесіктен жасап жатырмыз бәрі, міне. Соның барлығын біріктіреміз. Бір көше жасаймыз. Тағы солай бір, екі, үшіншіге әкеп қосамыз, біріктіреміз бүйтіп. Міне. Сонда осындай шығып жатыр. Осылай қақпақтың беті осындай болады. Соңына дейін жасаймыз. Міне бір, екі, үш, соңғысын тоқып жатырмыз. Енді бізге бауларын тоқу керек, мына бауын ұстайтын жерін. Ол үшін біз немен тоқып бастап қойған едім. Баймен болады ғой. Мен қазір басқа жіптен, басқа түсті жіптен тура сондай жуандықпен, сол күршікпен тоқуды басын көрсетем. Қанша сантиметр болу керек? Баудың ұзындығы менде 89 деп тұр, 90 сантиметр деп тұр. 89-88 сантиметр тоқуларыңызға болады. Ол үшін жіпті аламыз. Осылай түйіншек жасауларыңызға болады. Болмаса осылай міне алып, орап алып. Осылай да түйіншек жасауларыңызға болады негізі. Түйіншек жасаудың түрлері әртүрлі. Алты көше жоғары көтереміз міне. Біреу, екеу, үшеу, төртеу, бесеу, алтау. Бекітеміз. Сақина тәріздес бекітеміз міне. Осындай ортасы бар болып шығады. Біреу жоғары қарай көше көтереміз. Орамсыз, жай баған алтау. Алтау жасадық, алтау тоқимыз. Біреу, екеу, апарып қосамыз. Бекіту жасадық. Жоғары қарай біреу көтереміз. Осы жерден не өрім, жандағы өрімнен баған тоқимыз. Осылайынан айналдырып
айналдырып бағанда тоқи береміз. 88-89 сантиметр тоқығанымызша. Жандағы өрімшелердің астынан осылайынан тоқи береміз. Айналдырып тоқи береміз. Бұл жерде біріктіру жоқ, ешқай жерде бекіту ондай жасамаймыз. Қиғашынан шығады тоқымамыз. Солай болғаны қазір мен тоқыған бұйымды көрсетейін. Міне. Мыналар міне былайынан бүйтіп спираль тәріздес қиғашынан шығады, солайынан жасасаңыздар. Маркер қойып, бастаған жерге қосу, бекіту деген жасамаймыз ондайды. Не? Өрім жандағы. Соның астынан алып шығамыз. Осылайынан айналдырып тоқи бересіздер. Мысалға, осылай тоқимыз бір 5 сантиметрдей жоғары қарай, 6 сантиметрдей, 10 сантиметрдей көтергеннен кейін мен синтепон не үшін алу керек деймін. Сосын мынандай синтепонды аламыз. Мынандай тоқыдық қой, соның ішіне тығындап қоямыз. Қатты формасын ұстап тұру үшін. Енді мен мынау кішкентай тоқылған жерге сіздерге көрсету үшін салып отырмын. Мен негізі бір 10 сантиметр тоқимын осылайынан. Осындай тоқимын да, содан кейін ішіне синтепонға толтырамын. Сөйтіп үзіп 10 сантиметр арғарай тоқисыз, дағы да саласыз. 10 сантиметр тоқисыз, арғарай саласыз. Бүйтіп не тартып жіңішке керек болса. Басында қиынырақ болуы мүмкін. Не осылай. Мынаның ішінде міне синтепон толып тұр. Міне. Мына жерге де қазір мен синтепон салам. Сәл қаттырақ тоқыдым бұны. Бірақ өзгеріс, кереметте өзгеріс жоқ. Мына бұлай. Осылайынан сосын қосамыз. Мына мен басында өзім ақ пен сұр түстер болады деп таңдап алған түстерім. Содан бауын тоқып көрсетіп жатырмын сіздерге. Жаңа сарғыш жіппен тоқып көрсеткем. Тура осындай жіппен ол басталуын көрсеткем. Ары қарай міне жалғап жатырмын. Сұр түстен. Осындай баудан бізге мен сұр түсін алдым. Сіздер өздеріңіздің талғамдарыңызға қарай түстерді таңдап аласыздар. Осы бауды 88 сантиметр дедік жаңа. 88, 89, 90 сантиметр тоқып аласыздар. Ондайдан бізде баудан екеу болу керек. Екі бау тоқып аласыздар. Екі бау тоқып алғаннан кейін қалғанын ары қарай көрсетемін. Міндетті түрде бау тоқыған кезде ортасы міне қуыс қой. Бұлайынан жақсы формасын ұстап тұру үшін біз міне осылай мен осылайынан салам. Қатты бүйтіп тырсылдатып толтырып тастамаймыз. Бір жер мен бір жер аралар бүйтіп ашылып қалмасын. Мына жақтың ішінде бар, мына жерде жоқ, мына жақта бар. Бұлтық болып
қалмайтындай біркелкі қылуға тырысыңыздар. Міне мен күршекпен бүйтіп ішінен алам, кейбір жерлерге бармай қалса өстіп тартып осылайынан өстіп арасында жетпей қалған жеріне қосып өстіп ішін толтырып қойып отырасыздар. Өстіп толтырып, біраз тоқып, толтырып, сөйтіп 88 сантиметр жасауларыңызға болады.